Нақыл сөздер кітабы 21 тарау. Патшаның жүрегі жаратқанның қолында, ұқсайды аққан суға өзен салаларында. Жаратқан бағыттайды оны қалаған жағына. Өз жолы адамға түзу болып көрінер, ал оның жүрегін жаратқан ие тексерер. Адамның адалдық пен әділдік сақтағаны, жаратқанға құрбандық шалғаннан ұнамды. Көз тәкаппарлығы, жүректің асқақтығы, екеуі де күнә, зұлымның қылықтары. Ұқыптының ой ниеті дәулетке бастар, тым асыққан тапшылыққа ұшырар. Жалғандықпен жиналған байлық, ұшып кетер бұл әрі ажалды тұзақ. Зұлымның зомбылығы өзін жоқ қылар, әділ істен бас тартқаны себепші болар. Айыптының жолы қисық соқпақ, айыпсыздың жүрісі түзу болмақ. Ұрысқақ әйелмен бірге үйде тұрғанша, үй төбесіндегі күркеде тұрған артық оңаша. Зұлымның жаны сұмдық көздер, өз жақынына қаталдық көрсетер. Мазақшыл жазаланса, аңғарттың даналығы артар. Данажан тәлім алса, ол содан білім қабылдар. Әділ тәңір иеміз, зұлымның үйін бақылар. Содан зұлымды құлатып, көзін құртар. Жарлының зарына құлағын жабатын, таппас өз зарына құлақ асатын. Жасырын сый тарту ашуды тыншытар, құпия сыйлық зор қаһарды басар. Әділдік жасалса, әділдер қуанар, ал зұлымдық жасаушылар шошынар. Даналық жолынан адасқан, о дүниеге жақында аттанар жан. Байы қоймас шарап, майға құмартқан, кедейленер аса сауықшыл жан. Арамза адам әділдің төлемі болар, опас ұсталып адал жан құтылар. Ұрысқақ, ызақор әйелмен тұрғанша, оңаша тұрған артық айдалада. Дананың мекені май мен байлыққа толар, ал надан өзінде барды шашар. Әділдік пен берік мейірім жолынан, шын өмір, әділет, құрмет табады жан. Күштілердің қаласын кемеңгер басып алар, олар сенген қамалдың күл талқанын шығарар. Тілі мен аузына ие болған, пәледен басын сақтар аман. Өр көкірек паң адамды мысқылшыл дер, асқан меймендікпен ол әрекет етер. Жалқауды құмарлықтары құртар, себебі қолы жұмыстан қашар. Жалқау жан күні бойы алуды көксер, ал әділ жан мұқтажға аямай берер. Зұлымның құрбандығын жаратқан жек көрер, арам оймен ұсынса оны одан да бетер. Өтірік айтатын куә құрып кетер, ал өз құлағымен естігеннің сөзі өтер. Азғын жан сондай батыл болып көрінер, әділ жан жүрер жолына көңіл бөлер. Ешбір даналық, түсінік пен кеңес жаратқан иеге қарсы келмес. Жауынгер шайқасқа атын дайындар, ал жеңісті оған жаратқан ие сыйлар. Нақыл сөздер 22 тарау. Ізгі атағың бағалы зор байлықтан. Жақсы абыройың құнды күміс алтыннан. Бай мен жарлының ортақ қасиеті екеуінде жаратты, Тәңір Құдай иелері. Зерделі жан қатер көріп бас сауғалар. Аңғал адам жүре беріп зиян табар. Жаратқанды терең қастерлейтін кішіпейілдер, байлық, абырой, шынай өмірге кенелер. Зымиянның жолы тікенмен торға толған. Өзіне сақ болған аулақ жүрсін содан. Баланы жастан салсаң тура жолға, есейгенде ол содан таймайды да. Бай адам жарлыға үстемдік құрар. Қарыздар қарыз бергеннің құлы болар. Әділетсіздік сепкен пәлені орар. Оның қаһарының сойылы сынып қалар. Жомарт жан жарлымен нанын бөлсер. Құдайдың жарылқауына кейін кенелер. Қорлаушыны қусаң, жанжалдан арыларсың. Ұрыс керіс балағаттан ада боларсың. Жүрек пәктігін жақтыратын, ұнамды сөздерді айтатын жанға патшада болар жақын. Жаратқан ие білімге қырағы болар. Опасыздардың істерін ол құлдыратар. Далада арыстан бар, алаңда көзімді құртар, деп жалқау ұдайы сылтау айтар.
Азғын әйелдің сөздері терең шыңырау. Тәңірие жақтырмаған пенде соған құларау. Баланың жүрегінде надандық бар. Тиянақты тәрбие оны содан арылтар. Баюы үшін кедейге жәбір көрсететін, әрі байға сыйлықтар бере беретін адам болады кедейленетін. Даналардың айтқандарын құлақ түріп тыңда. Бермек тәліміме зейініңді бағышта. Игі болар, оларды есіңде сақтасаң, әрі аузыңнан да ешбір тастамасаң. Сенімің болсын деп жаратқан иемізде, осыны бүгін үйретемін дәл өзіңе. Саған ақыл кеңес пен білім беру үшін мына 30 нақылды жазған едім. Ақиқат, адал сөздер үйренуің үшін, өзіңді жібергенге дәл жауап беруің үшін. Жарлыны жарлы деп тонама. Бейшараны дауыс отында қыстама. Солардың мүдделерін жаратқан ие қорғайды. Оларды тонағандардың өздерін тонайды. Ызақормен дос болма. Ашушаңмен байланыспа. Әйтпесе өзің соған еліктейсің. Тұзаққа түсіп, күйреп кетесің. Қол алысып, бөтеннің қарызына кепіл болатындай ақылсыз болма. Болмағанда төлейтін ақшаң, төсегіңді тартып алар астыңнан. Ата-бабаң салып кеткен межеңді жасырын жылжытып, ұлғайтпа жеріңді. Кездестірсең біреуді, ісіне аса шебер. Жай адамдарға емес, патшаларға қызмет етер. Нақыл сөздер кітабы 23 тарау. Әмірші мен дастархантас болған уақытыңда, алдыңда кім отырғанын есіңде ұста. Қомағайда ашқарақ болып жүрме, тамағыңа пышақ тақағандай тәбетіңді бүге. Әміршінің дәмді тағамдарына болма құмар, мүмкін ол қу ниетпен ұсынған шығар. Бай боламын деп өзіңді зорықтырма, даналық бар сондай ойдан бас тартқанда. Байлыққа көзіңді салсаң, ол қанат бітіріп, аспанға ұшқан бүркіттей лезде болар ғайып. Сараңның асын ішпе, дәмді тағамдарын көксеме. Ол қара басының ғана қамын ойлайды, ішіп же деп сені қолпаштайды, бірақ онысын шын жүректен айтпайды. Аз кем жеген асыңды кейін құсып тастарсың, зая кетер инабатты айтқандарың. Ақымаққа бекер айтпа сөздеріңді, ол менсінбейді ғой берген кеңесіңді. Ежелге межені жасырын жылжытпа, жетімнің жеріне қолыңды сұқпа. Өйткені оны қорғаушы қуатты, мүддесін қорғап саған қарсы тұрады. Санаңды тәлімге бұр, құлағыңды нақылға тұр. Баланы тәрбиесіз бетімен жіберме, жөнімен жазаласаң, ол өлмейді де. Шектеу қойып оны жөнге салсаң, ажалдан жанын аман сақтарсың. Балам, егер шынымен дана болсаң, жүрегім қатты шаттанады бұған. Ақиқат сөздер ғана шықса аузыңнан, қуанышым қойныма симайды соған. Күнәқарларды ешқашан күндеме, Тәңір иені әр күні шын қастерле. Сонда болар жарқын келешегің, әрі үзілмес сенің күтерің. Ақылды бол, балам, мені тыңда. Жүрегіңді тура жолға бағытта. Шарап ішіп етке тоймас, мешкейлерге сен қосылма. Мешкейлік мас күнемдік жарлы қылар, ұйқышылдың киімі тоз-тоз болар. Тыңда, өзіңді дүниеге келтірген әкеңді, менсінбей жүрме қартайды деп шешеңді. Шындықты тауып оны ешқашан сатпа, ие бол даналық, тағылым мен парасатқа. Әділдің әкесі қатты қуанады, дананың шешесі де шаттанады. Осылай ата-анаң шаттана алсын, я, туған анаң әндетіп қуансын. Балам, жүрегіңді маған бағышта, риза бол өзіңді жүргізетін жолдарыма. Себебі азғына ел түпсіз шыңыраудай, түскен адам шыға алмас тар құдықтай. Бөтен әйел қарақшыдай торуылдап күтер, опасыз жандардың санын көбейтер. Кімде пәле қайғы жанжал бар, кімде шағым қажет емес жара бар, кімнің көзі көреді бұлыңғыр, бұның бәрі шарап ішіп ұзақ отыратындарда болар. Ішімдіктерді араластырып дәмін тататындарда болар. Сен шараптың қалай қызарып, тостағанда құбыла жалтырап,
бір қалыпты жұмсақ жұтылғанына лайым қызықтап қарайтын болма. Әйтпесе ол соңында жыландай шағып алар, денеңе сұр жыландай уын шашар. Көз алдыңа елестеп бөгде бейнелер, жүрегіңнен шығар жаман сөздер. Сонда ұқсарсың теңіздің қақ ортасында, кеме діңгегінің ұшар басында, ұйықтап жатқан сорлы жанға былай дерсің: ұрғанда ауырмады ешбір жерім, итергенде мені түкте сезбедім, оянғанда тағы да ішімдікті іздеймін. Нақыл сөздер 24-ші тарау. Зұлымдарды күндеме, қосылуды көксеме. Ойлары зорлық ету, сөздері сұмдық істеу. Даналықпен үй салынар, парасатпен берік болар. Білгірлікпен үйдің іші әртүрлі әсем дүниеге толар. Дананың қуаты басым болар, білгірдің күші нығайып толар. Соғысты ақыл кеңеспен басқар, кеңесшісі көп жеңіп шығар. Даналық тым жоғары ақымаққа, аузын ашпас ол даналар бас қосқанда. Сұмдық жасауды жоспарлаған жан арам ниетті деп аталған. Ақылсыздың арам ойы күнәкар, мысқылшыл жан жұртқа жексұрын болар. Тап болған қиындыққа мойығаның тым аздығы бойыңдағы қуатыңның. Ажалға айдалып бара жатқандарды құтқар, қырғынға теңселіп бара жатқандарды қайтар. Біздер білген жоқпыз дейсің бе? Жүрек түкпірін сынайтын жаратқан шындықты білмей ме? Ұдайы жаныңды бақылайтын Тәңірие білмей қалар дейсің бе? Ісіне қарап әрбір жанның қарымтасын ол береді де. Балам менің, балже, бойыңа ол нәрлі. Балауыз ұясынан тамғанын же, таңдайыңа ол тәтті. Дәл солай даналық та жаныңа игілікті. Оны тапсаң, жарқын болар келешегің. Әрі еш үзілмес үмітің сенің. Әй сұрқия, тосқауылдан көз салма, әділетті жанның тұрағына. Оның жайлы мекенін ойрандама. 7 рет жығылса да әділ жан қайта тұрып кетер орнынан, ал зұлым құрып кетер апаттан. Жығылса жауың соған қуанба, сүрінсе мәз болып табалама. Әйтпесе жаратқан саған наразы болар, жауыңа деген қаһарынан қайтар. Зұлымдарға ызаланба, арамзаларды қызғанба. Болашағы жоқ зұлым жанның, шырағы ерте өшір зымиянның. Балам, жаратқанды терең қастерле, мойынсұнып патшаңды да құрметте, ал бүлікшілермен ешқашан бірлеспе. Қосылсаң оларға, кенет пәлеге ұшырарсың. Кім білер, жаратқан мен патшаның үкімдерінің бүлікшілерді қай жазаға бұйыратындарын. Даналар мынан ақылдарды да қалдырған. Адамды алалау сот ісінде, бұл нағыз әділетсіз нәрсе. Айыптыны әділ деп ақтаған төрені халықтар қарғап, ұлттар жек көреді. Ал айыптыны әшкерелегендер мол игілікпен жарылқауға кенелер. Әрқашан адал жауап қайтарушы бетіңнен сүйген досыңа ұқсайды. Алдымен сыртқы шаруаңды бітір. Егіндігіңді дайындап, жөнге келтір. Содан соң барып шаңырақ көтер. Жақыныңа жала жаппа, аузыңнан өтірік шығарма. Мынаны да айтушы болма. Ол не нәрсе істесе маған, мен де соны істеймін оған. Ісіне қарап мен оның қарымтасын қалайда қайтаратын боламын. Бірде мен өттім жалқаудың жерінен, ақылы аздың жүзімдігінен. Қарасам бәрін тікен басыпты, ішіне қала қайқаптап кетіпті. Қоршаған тас дуалы қирап қалыпты. Бұған қарап ойға шомып қалдым. Өзім үшін мынадай сабақ алдым. Біраз ұйықтап, аздап мызғып отырсаң, аз-аздан қол қусырып жата берсең, сонда қарақшыдай боп жоқшылық, қарулы тонаушыдай боп тапшылық жетіп келер саған бас салып. Нақыл сөздер кітабы 25-ші тарау. Бұлар да Сүлейменнің нақыл сөздері. Оларды жинақтағандар Яхуда елінің патшасы Изекияның қызметкерлері. Істі құпиялау Құдайдың даңқы, оны зерттеп ашу патшаның даңқы.
Аспанның заңғар, жердің терең екеніндей, патшаның ой ниетін білмес ешкім түгелдей. Күмісті балқытып қоқыстан аластатар, саф күмістен зергер құнды ыдыс жасар. Дәл солай патшадан сұмдарды алшақтатыңдар. Патшаның тағы сонда әділдікпен нығаяр. Патша алдында асқақтама, ұлықтар орнына тұрып алма. Мырзаның көз алдында ұялғанша, саған игі төрге шық деп шақырса, көргеніңді сотқа айтуға асықпа. Қарсыласың жеңіп шықса, соңында қайтесің өзіңді масқара қылғанда. Көршіңмен мәселеңді жеке талқыла, басқа адамның бірақ сырын ашпа. Әйтпесе естіп қалған сені балағаттар, масқараң өзіңді мәңгілік қалар. Орнымен айтылған сөз күміс табаққа, салынған алтын алмадай тамаша. Тыңдайтын құлаққа дананың әшкересі, алтын сырғамен сап алтын әшеке іспетті. Жазғы орақ кезіндегі сергіткен қар секілді, қожайынның жанын сергітеді. Жіберген сенімді елшісі. Бермес сый тартумен мақтанушы, құрғақ жел һәм жаумас бұлтқа ұқсайды. Билеушіні төзімділікпен сендірер, қарсыласты майда тілмен көндірер. Бал таба қалсаң, же оны шамаңа қарап, артық жеп қойсаң, жиренерсің құсып тастап. Көршіңе тым жиі барып кетірме қадіріңді, әйтпесе сенен мезі болып жек көріп кетер өзіңді. Өзгеге қарсы жалған куә болған, сойыл семсер үшкір жебедей қауіпті жан. Опасызға үміт арту апатты күні, бұл сынған тіс сал болған аяқ іспетті. Салқын күні басқаның шапанын тартып алған, яки жарақатқа сірке су құйған жан, сияқты қайғылыға көңілді өлең айтқан. Жауың сенің аш болса тамақтандыр, егер ол шөлдесе шөлін қандыр. Сен осылай етіп басына оның қызып тұрған шоқ жиғандай боласың, һәм жаратқан қайтарар саған қарымтасын. Сөз жоқ солтүстік самал жаңбыр жаудырар, жала жапқыш тіл ашулы кейіп туғызар. Ұрысқақ әйелмен бірге үйде тұрғанша, үй төбесіндегі күркеде тұрған артық оңаша. Алыс елден әкелінген жақсы хабар, шөлдегенге берілген салқын суға ұқсар. Арамзадан қорқып көнген әділ жан, бүлінген құдықпен бұлақтай лайланған. Балды тым көп жеу пайдалы емес, өз даңқы үшін ұмтылу абырой бермес. Өзіне ие бола алмайтын жан, қорғансыз қаладай қамалы құлаған. Нақыл сөздер 26 тарау. Жаз кезіне қар жараспас. Орақ кезіне жаңбыр жараспас. Ақымаққа қадір жараспас. Пыр еткен торғайдай, ұшып кеткен қарлығаштай, жөнсіз қарғыс адамға қонбас. Атқа қамшы, есекке ауыздық, қыңыр ақымаққа қатаңдық. Ақымаққа ақымақша жауап қайтарма. Әйтпесе оған ұқсап шығарсың соңында. Ақымаққа ақымақтығын ашкерлеп жауап қайтар. Әйтпесе ол өзін ақылдымын деп санар. Ақымақпен хабар жіберген жан өз аяғын шапқандай басына пәле шақырған. Наданның аузындағы нақылдар сал адамның аяғындай ақсақ болар. Ақылсыз жанды құрметтеуші сақпанына тас байлаған іспетті. Ақымақтың аузындағы дана нақылдар мастың қолындағы тікенді бұтаққа ұқсар. Наданды не көрінген жанды жалдаушылар бет алды жарақат салатын садақшыға ұқсар. Төбет қайта оралар өзінің құсығына. Қайталар өзі ақымақтығын аңқау жанда. Өзін данышпан деп санайтыннан гөрі ақымақтан жұрт көбірек үміт күтеді. Жолда арыстан бар, алаңда арыстан жүр деп жалқау сылтау айтар. Есік топсасында айнала берер. Еріншек төсегінде аунай берер. Жалқау қолын табаққа салар, ал аузына апаруға жалығар. Ойланып жауап берер жетеуден гөрі жалқау тымдана санайды өзін өзі. Жолшыбай өзгенің жанжалына араласқан, ұқсайды жанға, иттің құлағынан тартқан. Отты садағатып, өлім себетін есуаз, жақынын алдап, қалжыңдадым дейтінге ұқсас.
Отын таусылса, от өшер. Өсек таусылса, дау өшер. Көмірді шоқ, отынды от жандырар. Дау жанжалды ұрысқақ тұтатар. Өсекшінің сөзі сондай дәмді. Ішіңе кіріп, баурап алар жан дүниеңді. Зұлым жүрекпен жалынды тіл, қыш ыдыстай, тек сырты жылтыр. Кекті адам сөзімен ойын жасырар, ал жүрегіндегі ниеті арам қалар. Қанша майда сөйлесе де сенбегін. 7 сұмдық толтырып тұр жүрегін. Қулықпен жасырса да өшпендігін, жиында болар әшкереленетін. Ор қазған қаскүнем орына өзі құлар. Өрге домалатқан тасы өзін басар. Жалған тіл жәбірлегендерін жек көрер. Жағымпаз ауыз өзгені құртуды көздер. Нақыл сөздер кітабы 27 тарау. Мақтанба ертеңгі күніңмен, сол күннің не әкелерін білмейсің сен. Басқа сені мақтасын өз аузың емес, басқаның сөзі өз тілің емес. Тас салмақты құмда ауыр, ақмақтың жәбірі екеуінен де ауыр. Ашу қатал, қаһар тасқындай басар, ал қызғаншақтың күшіне кім қарсы тұра алар. Сүйіспеншілігін жасырып, жалтарғаннан гөрі, ренжіткенге ашық ескерту жасаған игі. Досыңның сөгуі шынайы, дұшпаныңның сүйуі алдамшы. Тойынған балдан да бас тартар, ашыққанға ащы аста балдай болар. Ата жұрттан безіп кеткен, құсқа ұқсас ұясын тастап кеткен. Жұпар мен иісмай жүректі қуантар, досың адал кеңесімен ұнамды болар. Қол үзбе өз досыңнан, әкеңнің де досынан. Басыңа сенің күн туғанда, ағайының үйіне қашып барма. Іргедегі көршің артық қой, алыстағы сол ағайыныңнан. Балам, парасатты бол, мені қуантарсың. Сонда өзімді қорлағандарға жауап бере алармын. Зерделі жан қатер көріп, бас сауғалар, аңғал адам жүре беріп жаза тартар. Бөгдеге біреу кепіл болар, сонда оның шапанын шешіп алыңдар. Бөгде әйелдің қарызына кепілдік сол болар. Азанда көршісіне айқайлап бата сұраған, туралы ойлайды жұрт көршісін қарғап жатқан. Жаңбырлы күні тоқтаусыз тамшылайды, ұрысқақ әйелде тыным тапқызбайды. Оны тыю ұқсайды желді тыйғанға, я майлы қолмен бір затты ұстағанға. Темір темірді қайрайды, адам адамды қайрайды. Ағашты күткен оның жемісін жер, қожасын күткен оның сыйын көрер. Адам суға қарап өзінің бет жүзін көрер, жүрегіне қарап өзінің кім екенін білер. Ажал мен тозақ тойымсыз, адамның көзі де тойымсыз. Күмісті балқытып, алтынды көрікте сынар, адам баласы мақталғанда сынар. Ақмақты тіпті бидайдай келідей түйсе де, ақмақтығынан арылта алмас еді ешкімде. Отарларының күйін жақсы бақыла, табындарыңа да мұқият қара. Себебі байлық мәңгілік емес, билік те ұрпақтан ұрпаққа берілмес. Шөп шабылып орнына көк шөп шығар, жұрт тау шөбінде жинап алар. Сонда киімің үшін қойныңнан жүн қырқарсың, серкелеріңнің бағасына жер сатып аларсың. Өзіңе отбасыңа ешкі сүті мол болар, қызметші қыздарыңа да жетіп артылар. Нақыл сөздер 28 тарау. Ешкім қумаса да, қылмыскер қуыстанар. Ал әділ жан арыстандай батыл болар. Ел заңнан безсе, басшылары көп болар. Білгір, дана билеушімен елде тәртіп сақталар. Бейшараларды қанайтын кедей жан, егінді шайған жауындай елге зиян. Заңды бұзғандар зұлымдарды мақтар. Заңды сақтағандар оларға қарсы шығар. Зұлым жан әділдікті ұғынбас. Жаратқанға бет бұрған оны толықтай ұғынар. Бұрыс жүрген байдан гөрі, адал жүрген жарлы жақсы. Заңды ұстанған зерделі бала, ал ысырапшылдарға қосылса, әкесін қалдырар ұятқа. Тойымсыз өсімқор
жиған байлығынан айырылар. Соңында байлығы кедейді аяғанға бұйырар. Заңға құлақ аспайтынның мінәжаты да Құдайға жексұрын. Әділді адастырған теріс жолға өз торына өзі түсер жан. Ие болар ақырында жақсылыққа кінәратсыз адал жан. Бай адам өзін данышпан санар. Зерделі кедей оның шындығын ашар. Әділдер жеңіп шықса, елдің ұлылығы асар. Зұлымдар үстемдік етсе, жұрт бас сауғалар. Күнәларын жасырған жан өркіндемейді. Оларын мойындап, бас тартқан рақым көреді. Жаратқанды лайым қастерлейтін жарылқанар. Ал жүрегін қасарыстырған пәлеге ұшырар. Бейшара халыққа билік құрған арамза, ұқсайды ақырған арыстан, бас салған аюға. Зердесіз билеуші халқын езгіге салар. Арам пайданы жек көрген ұзақ билік құрар. Кісі өлтірген күнәкар өлілгенше қашқын болар. Болмасын ешкім оны қорғар. Мінсіз жүрген жан пәледен аман болар. Бұрыс жолмен жүрген бірден құлап қалар. Жер өңдегеннің тамағы мол. Құр қиял қуғанның жоқшылығы мол. Адал жан молынан жарылқанар. Баюға асыққан жазасын тартар. Адамдарды алалау ешқандай дұрыс емес. Кейбіреу бір үзім нан үшін қылмыстан шегінбес. Ашкөз адам асығып баюға ұмтылар. Аңғармай ақырында жоқшылыққа ұшырар. Жағымпаздан гөрі ескертуші соңында көбірек көрер құрметті. Күнә емес деп ата-анасынан ұрлаушы қарақшылардың нағыз сыбайласы. Тәкаппар адам дау-жанжал туғызар. Тәңір иеге сенуші өркендейтін болар. Өз ақылына ғана сенген аңғал болар. Даналықпен жүрген аман сақталар. Мүсәпірді аяған жоқшылыққа тап болмас. Ал оған көзін жұмған қарғыстан бас алмас. Зұлымдар үстемдік етсе, жұрт бас сауғалар. Зұлымдар құлап түссе, әділдер саны молаяр. Нақыл сөздер кітабы 29 тарау. Ескертуді тыңдамай, қасарысқан жан кенеттен күйреп оңалмас содан. Әділдер саны молайса, халық қуанар. Зұлымдар билік құрса, халық аһ ұрар. Даналықты сүйген жан әкесін қуантар. Азғын әйелмен байланысқан байлығын шашар. Патша әділдікпен елін қайтар. Парақұмар болса елін құлдыратар. Досына жағымпазданған, оның аяғына тор құрған. Зұлым күнәсімен өзіне тор құрар. Әділ қуанып көңілді ән салар. Әділ жан жарлының құқын ойлар. Зұлым соны білуден бас тартар. Мазақшылдар қаланы даурықтырар. Даналар ашу заны басар. Данажан ақымақпен соттасса, ақымақ еліріп не күліп бермес маза. Қан құмарлар мінсізді жек көреді, ал әділдер мінсіздің игілігін көздейді. Аңғал бар ашуын төгер, дана өзін өзі билер. Әмірші өтірікке құлақ түрсе егер, бар нөкері арамза боп шыға келер. Кедей мен қанаушыға ортақ нәрсе, жаратқан ие көз нұрын сыйлады екеуіне. Кедейлерге әділ үкім шығарар, патшаның тағы мәңгеге нығаяр. Тиянақты тәрбие мен қажетті жаза баланы ақылды қылар, ал өз бетімен жіберілген бала анасын масқараға қалдырар. Зұлымдар көбейсе, заңсыздық көбейер, кейін әділдер олардың күйреуін көрер. Балаңа жақсылап тәлім тәрбие бер, жаныңды ол тынышытып шаттыққа кенелтер. Құдайдың хабарын алмаса, халық бетімен кетер, ал оның тәлімін сақтағандар бақытқа кенелер. Жай сөзбен құлды тәрбиелеуге болмас. Айтқанды ол ұқса да іске асырмас. Ағат сөйлейтін адамды көрсең, аңғалдан үміт көбірек күтерсің. Жасынан еркелеткен құлың, кейіннен болармын дер ұлың. Ашулы жан дау жанжал туғызар, қызба жан көптеген күнә жасар. Менмендік адамның мерейін түсірер, кіші пейілділік оны құрметке жеткізер. Қарақшы мен сыбайлас өз жанына қас, ол қарғанып ант беруге болар тиіс.
ал шын куәлік беруге батылы жетпес. Пендеден қорқуы адамға тұзақ құрар, жаратқанға сенуші қауіпсіз болар. Көптеген кісі әміршінің ықыласын іздер, ал әділет адамға тәңір иеден келер. Азғын адам әділдерге жек көрінішті, тура жүрген жан зұлымдарға жиренішті. Нақыл сөздер 30 тарау. Мынау Жәке ұлы Ағұрдың сөздері. Осы адамның ітиел мен ұқалға білдірген Құдай рухының хабары. Адамдардың білімсізі шынында менмін. Адамға тән түсінігімде жоқ менің. Даналықты оқып үйренген емеспін. Киелі Құдайды жақыннан таныған емеспін. Кім аспанға көтерілген? Кім қайтадан жерге түскен? Кім желді уысында ұстай алар? Кім мұхитты шапанымен орап қояр? Кім жердің шегін орнатқан? Өзі мен ұлының аты кім? Білсең соны айтып берші маған. Құдайдың барлық сөздері пәк таза. Ол қалқандай өзін паналайтындарға. Оның сөздеріне еш нәрсе қоспа. Әйтпесе ол саған ескертіп ұрсар. Өтірігің ашылып, жария болар. Уа ием, сұраймын сенен екі-ақ нәрсе. Көзім жұмылғанша соларды аямашы. Өтірік пен жалғанды менен алшақтатшы. Кедейлік те, байлық та маған бұйырмашы. Тек бере көр күнделікті нанымды. Себебі байып кетіп, жаратқан ие кім деп, ешқашан сенен бас тартып кетпейін. Жарлы болып, ұрлық жасап та жүрмейін. Сол арқылы киелі атыңа кір келтірмейін. Жамандама қожайынына қызметшісін. Әйтпесе сол сені қарғап, зиянын шегерсің. Бір ұрпақ бар, олар әкелерін қарғайды. Шешелеріне де алғыс айтпайды. Олар арамдығынан жуынып тазармайды. Алайда өздерін пәк таза санайды. Көздері сондай асқақ, тәкаппар, кірпіктерін жоғары көтереді олар. Осы ұрпақтың тістері өткір қанжардай. Олардың жақтары өткір пышақтай. Жарлыны жер бетінен жалмап құртар. Мұқтажды адамзат арасынан аластатар. Сүліктің екі сорғышы үнемі бер маған, берші деп талап етеді. Мына үшеуде тойын білмес. Тіпті төртеуде жетер демес. Қабірдің қара топырағы, әйелдің бедеу құрсағы. Суға қанбайтын шөлейтшер, жетер демейтін ашкөз өрт. Әкесін мазақтап келе-келеген, шешесін тыңдамай менсінбеген, жанның көздерін шоқыр сайдағы қарғалар. Әрі құзғынның балапандары жеп қояр. Таңғалдырар мені 3, тіпті 4 нәрсе бар. Шамам жоқ менің оларды ұғыналар. Аспанда самғар қыранның жолы. Жартаста жылжыған жыланның жолы. Теңізде жүзген кеменің жолы. Қыз жүрегінің кілтін тапқан жігіттің жолы. Азғын әйел жолда таңдандырар. Ол ішіп жеп, аузын сүртер, еш жамандық істемедім, дер. Мына үшеуден солқылдар жер. Төртеуіне де төзе алмас жер. Құл патша болғанда, ақмақ асқа тойғанда, қара ниет қыз күйеуге шыққанда, ханымның орнын күңі басқанда. Мына төртеу жердегі кішкенесі, алайда олар даналардың данасы. Құмырсқа қауымы зор күштен ада, ал қысқы азығын жинайды жазда. Әлсіздің бірі тау тышқаны, ал інін ол жартасқа салады. Шегірткеде болмайды патша, алайда сап түзеп аттанады жұмыла. Кесірткені қолмен де ұстап алады, бірақ ол патша сарайынан да табылады. Қадамын нық басады мына үшеу, айбынды қозғалады мына төртеу. Хайуандар арасындағы батыры арыстан, еш нәрседен қаймығып шегінбес жолынан. Ерттелген тұлпар, не қойбастар серке, әскерін жинап аттанған патша. Егер асқақтанып ақмақ болсаң, не басқаға жаманды ойлап тұрсаң, ұялып жап аузыңды қолыңменен. Себебі қаймақты былғасаң май алғандай, біреудің мұрнын ұрсаң қан шыққандай, ашу қоздырсаң жанжал туар дәл осылай. Нақыл сөздер кітабы 31 тарау.
Лемуэл патшаның қалдырған сөздері, шешесінің оған айтқан ақылдары. Уа, балам менің, құрсағымнан шыққан ұлым менің, уәде беріп Құдайдан сұрап алған балам менің. Ысырап қылма әйелдерге күшіңді, шашыратпа оларға қуатыңды. Тағынан тайдырды олар талай патшаларды. Уа, Лемуэл, патшаларға шарап ішу жарамас, әміршілерге ішімдік аңсау жараспас. Ал ішетін болса заң ережесін ұмытар, қаналғандардың құқын теріске бұрмалар. Өлімшіге ішімдік берілер, қиналғанға шарап берілер. Ішіп алып мүшкіл қалын ұмытсын, қайғы қасіретін енді еске алмасын. Ал сен өзі үшін үндей алмайтындардың сөзін сөйлеп ісін қорға байғұстардың. Анық сөйлеп әділ үкім шығаршы, жарлы мен мұқтаждың мүддесін қорғашы. Еңбекқор жақсы әйелді кім табалар, ол інжу маржаннан да бағалы болар. Күйеу оған толықтай сенім артады, ешқандай игіліктен ада қалмайды. Өмір бойы оның күйеуіне жасары жамандық емес жақсылық қана болады. Әйел жүн мен зығырды өзі таңдайды, қол жұмысында ынтамен жасайды. Жер шарлаған саудагер кемесі секілді алыстан да азық түлігін әкеледі. Әйел төсегінен тұрып, таң атпай ерте тамағын үлестіріп беріп үй ішіне, тапсырады жұмысын қызметшілеріне. Жер танабына қарап, ойланып сатып алады. Еңбегінің түсімінен жүзім отырғызады. Белін бекем буып, қайратпен іс қылады. Ұғады ол еңбегінің өнімді боларын. Көпке дейін түнде сөндірмеді шырағын. Саусағымен созғылап, қолындағы жүнін дем алмастан иіреді ол ұршығын. Оның қолы әрдайым жомарт жарлыларға, құшағы ашық бейшара мұқтаждарға. Қар жауып үй ішім тоңар деп қамықпайды, бәрі де қос-қостан киімдерін киеді. Әйел әсемдеп тоқып төсек жабынын, бәтес қызыл жүннен тігеді киімін. Күйеуінің атағы кең жайылады, елдің ақсақалдарымен кеңес құрады. Бәтістен әйел жапқыш тігіп сатады, белбеумен де саудагерді қамтиды. Осылай ол бөленеді күш пен салтанатқа, шаттықпен қарайды жарқын болашаққа. Аузынан шыққан сөзі нағыз даналық, берген тәлімі мейірімді жақсылық. Үй шаруасын мұқият бақылайды, ол нанын бекер жеп еш масыл болмайды. Балалары тұрып аналарын дәріптейді, күйеуі де оны былай деп құрметтейді. Көп әйел заты еңбекқор жақсы екен, бірақ барлығынан да асып түстің сен. Әсемдік өткінші, алдамшы сұлулықта, Тәңір ені қастерлейтін әйел лайық мадаққа. Беріңдер оған еңбегінің тиісті зейнетін, істері үшін жұрт алдында ол дәріптеле берсін.